Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бір жасағаннан дәмі керемет болып шығатын ірімшік қосылған тәттімізді жасайтын боламыз. Видеоны аяғына шейін көріңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін бір ыдысымызға маргарин мен шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осыдан кейін бір жұмыртқамызды жарып, оны да жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымызды жай-жайдан салып, ұнның үстіне сода қосып, оны да жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қоспалардың толық мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Өлшеніп алынған ұнымызды бірденен қоспай, осылай жай-жайдан қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай әдемі қамыр болып шықты. Қамырымызды шетке алып қоя тұрамыз да салмасын дайындайтын боламыз. Ірімшікке шекер қосып араластырып аламыз, және бір жұмыртқамызды жарып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осымен салмамыз дайын. Енді қамырымызды осылай екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкенірек, біреуін кішірек етіп. Енді формамыздың ішін маргаринмен майлап аламыз. Қамырымызды ортасына қойып, қолымызбен осылай жайып шығамыз. Қалған қамырымызды кішкенеден алып, сопақша жасап, шетіне жапсыратын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, қазақ тілінде шыққан пайдалы видеолардың дамуына үлестеріңізді қосқан болар едіңіздер. Ендеше лайктарыңызды аямаңыздар. Қамырымызды жабыстырып болдық. Енді салмамызды ішіне саламыз. Bir текстеп ортасына жайып шығамыз. Бізде шетіндегі қамырымыз биік болып кетті. Вилкаменен осылай басып қойсаңыздар болады. Және де сәндік үшін вареньемен ортасына құйып сәндесеңіздер де болады. Үйде жеміс-жидек болса, жеміс-жидекпен сәндесеңіздер болады. Енді пешке салып 180 градуста пісіріп аламыз. Міне ірімшік қосылған тәттіміз дайын болды. Түрі өте тәбетті ашатындай, және де дәмді болып шықты. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар, жауап беремін. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.